Қайырлы күн достар. Бүгін біз пахлава дайындайтын боламыз. Оған керек заттар: 250 грамм жылы сүтке 10 грамм дрожжи, 10 грамм шекер араластырып 10 минутқа қоямыз. Сосын 100 грамм сливочный май, 2 жұмыртқа, сосын керегінше ұн, неден өткізген, ситодан өткізген ұн. Араластырайық барлық. Грамм сары май, 2 жұмыртқа, осыған керегінше ұн саламыз. Tamam. Üç yüz gram грек жаңғағын немен ұсақтап аламыз, миксермен. Үгітіп жатқандай білезей тұрған ма? Мынадай қылып үгітіп аламыз. Осылай бөліп аламыз да. Мына екеуін үлкендеу 180-175 қылып нетеміз граммен бөліп аламыз. Мыналарды 140-тан бөліп аламыз. Осылай бір 10-15 минут пакеттің астында тұру керек. Қыздар, міне 400 грамм грек жаңғағын ұнтатып алдық. Осыған 200 грамм қант қосатын боламыз. Осыны араластырамыз. Бұл начинкасы. Осылай дайындап қоямыз. Мына противенді аламыз да май жағамыз. Мына астына да жағамыз. Пергаментный бумаганы. Пергаментный бумага болса, соны пайдаланыңыздар. Майды астына да и үстіне де жағамыз. Жабысып қалмас үшін. Üstüne de жағамыз. Жағып жатқаным сливочный май.
осылай жағып дайындап аламыз да енді мына тестоларымызды мына аяққа қарай қоя тұрайық. Бірінші мына 175 грамм тестімізді жаятын боламыз. Üstüne süreyim ben. Üstüne süreyim ben. Мына противенің бетіне келетіндей қылып жаямыз. Тонкий қылып. Бетіне ұн себуге болады, болмаса крахмал себуге болады. Противенімізді алып жаямыз. Ат кесілген кесіп алып тастаймыз. Бетіне май жағамыз. Сливочный май бұл. Начинкамызды бетіне себеміз.
Міне астына осындай водяной баня қоямыз. Темір ыдысқа су қоямыз. Бетіне мына пахлавамызды қоямыз. Осылай 170 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне 20 минут пісті водяной баняда пеште. Енді бетіне май құямыз, қалған майды. Осылай құйып жағып, май жағып шығамызды. Бетінен фольгамен жабамыз. Қайша кетші. Осылай 170 градуста 30 минут пісіреміз. Жаңағыдай су қоймаймыз бұл жолы. 30 минутқа осылай бетін фольгамен жауып 170 градуста ортасына қойып пісіреміз. Қыздар, енді біз пахлавамызға сироп дайындаймыз. Оған 100 грамм су керек болады. Жүз грамм шекер. Мед саламыз. 1 столовая ложка. Осыны араластырып аламыз. Газға қоямыз сосын. Астын жай қойып қоямыз да. Шекер ертеміз. Дайын болды. Пахлавамыз. Енді суығаннан кейін барып жеуге болады.